Сәлем жас дос. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Рим империясы. Аңыз бойынша ұрғашы қасқыр егіз Ромул және Рем есімді балаларды асырап өсірген. Олар өскесін Рим қаласының негізін қалайды. Бірақ та Ромул Ремді өлтіріп, Римнің алғашқы патшасы атанады. Уақыт өте келе Рим үлкейіп, жеті төбенің үстінде орналасқан қала атанады. Рим алғашында монархия болады, яғни елді патша биледі. Бірақ зұлым патшалардың билігін ұнатпаған халық патша билігін жойып, республика құрады. Республика дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейік. Республика латын тілінен аударғанда халық билігі деген мағына береді. Басты билік органы 300 Римнің ең беделді бай отбасыларынан шыққан сенаттың қолында болды. Жыл сайын сайлау арқылы 2 консул тағайындалды. Республика қиын жағдайға ұшырағанда, мысалға соғыс, билікті өз қолына диктатор алатын болды. Соғыс біткесін диктатор өз лауазымын тастап, барлығы бұрынғы қалпына келетін болды. Енді Рим қоғамына назар аударайық. Рим қоғамы 3 таптан тұрды. Ең бірінші тап патрицийлер, яғни ақсүйектер. Олардың қолында әскери және саяси билік болды. Екінші тап плебейлер, қара халық. Оларға әртістер, саудагерлер, шаруалар жатты. Ал ең төменгі сатыда құлдар болды. Құлдыққа көбінесе соғыста түскен тұтқындар алынды. Олардың еш құқықтары болмады. Ең ауыр лас жұмыстарды орындады. Аз ғана уақыттың ішінде Рим өз жерлерін кеңейтті. Бұл ең бірінші кезекте күшті армияның себебінен болды. Рим армиясының артықшылықтарына келетін болсақ, бірінші кезекте римдіктердің қарулары еске түседі. Римдік легионер өзімен бірге қылыш, қалқан, 2 найза және қанжар ұстады. Қысқа әрі өткір қылыш Гладиусты легионер оң жағында ұстады. Гладиустың мықты болат металдан жасалуы римдіктерге жаулары алдында үлкен басымдық беріп отырды. Ал қысқа найза Пилум жаудың қалқанына тигенде алынуы қиын болғандықтан ондай қалқанды лақтырудан басқа амал қалмайды. Келесі артықшылық тактика. Римдіктер әскери тактиканы түбегейлі өзгертті. Олар алғашқы болып, егер де жаяу әскер бір-біріне тығыз, жақын орналасқан саппен тұрса, оларды жеңу қиын болатынын түсінді. Жаяу әскерді қанаттарында оларды қорғап тұратын атты әскер, кавалерия болды. Ал саптың ең артында жеңіл қаруланған қосымша әскер орналасты. Ал римдіктердің ең танымал тактикасы атақты тасбақа. Бейнероликтердің жиі шығып тұруы үшін каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Және де коронавирустан аман сау болыңыз.